Демаскоп қоғамдық пікірге жедел мониторинг жүргізу бюросы Ресей әскерінің Украинаға басып кіруі жайлы сауалнама жүргізген. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Себебі қазақстандықтар Ресей пропагандасына көбірек сенетіні анықталды. Бұл тұста тілдің де маңызды екенін ескерген жөн. Зерттеу қорытындысына сәйкес 36% респондент Украинада Ресейдің ұлтшылдарға қарсы әскери операциясы болып жатыр дейді. Ал 26% Украинада НАТО әскерін орналастыруға жол бермеу үшін болып жатқан Ресей-Украин соғысы екеніне сенеді. Сонымен қатар, Украинаны басып алу мақсатында болып жатқан Ресей мен Украина арасындағы соғыс дегендер 13%. Респонденттердің сұрақтарға қай тілде жауап бергенімен қақтығысты қалай айтатынның арасында байланыс бар. Мәселен, әскери операция тіркесін сұрақтарға орыс тілінде жауап берген респонденттердің 39%, қазақша жауап берген респонденттердің 27% таңдаған. Тілдің әсерін тағы келесіден байқауға болады. Тараптардың қайсысын жақтайсыз деген сұраққа қатысушылардың небәрі 10% Украинаны таңдаған. Қазақша жауап берген респонденттердің 20% Украина жағындамын десе, орыс тілді респонденттердің ішінде 6% ғана Украинаны қолдайды екен. Ресей мен Қазақстан арасындағы осындай қақтығыс болу ықтималдығын бағалауда маңызды көрсеткіш. Сауалнама қатысушылардың 65% мұндай қақтығыстың болмайтынына сенімді. Бұған сенімді оптимистердің көбі әйелдер мен сұрақтарға орысша жауап берген респонденттер. Бұл жауапты таңдағандардың арасында қазақ тілінде жауап берген азаматтар аздау. Құрметті оқырман, фактчектің сайтынан сауалнаманың толық нұсқасын оқи аласыз. Әлеуметтік желімізге тіркеліп видеоларымызды бөлісіңіздер. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.